Өттегі полип бұл өт қабырғасында пайда болған қатерсіз ісік. Оның бірнеше түрлері бар. Аденомиоматозды түрі бұл бұлшықет қабатының қалыңдауынан бүртіктің пайда болуы. Одан кейін холестеринді түрі бұл шынайы ісік болып саналмайды. Шыршасты қабатқа холестериндер жиналуы, яғни холестероз. Қабынулық полип бұл өт қабынуы кезінде холецистит және өт тастарында кездеседі. Полиптің пайда болу себептері өт жолдарының өзіндік аурулары, созылмалы холецистит, өт жолының дискинезиясы әсер етуі мүмкін. Дұрыс тамақтанбау, холестерин жоғарылауы, тағамдық клетчатканың жеткіліксіздігі жатады. Генетикалық тұқым қуалау, эстроген. Бұл эстроген гормоны әсіресе кок таблеткасын, яғни жүктіліктің алдын алатын таблетка қолданған әйелдерде эстроген гормонының бұзылысы болады да, осы әйелдерде полиптің кездесуі жиірек болады. Бұл өттің полип ауруының ағымы көбіне ешқандай белгілері байқалмайды, симптомсыз жүреді. Кейде өт аурулары кезінде ауру сезімімен бірге жүреді, билиарлы ауру болуы мүмкін. Ал УЗИ-де өт қабында полип анықталады. Оны УЗИ арқылы анықтаймыз. Және оны мөлшерін, көлемін есептеп, 5 мм-ге дейінгі көлем болса бақылаймыз. 6-12 ай сайын бақылап тұру керек. Ал көлемі 5-9 мм болса, 3-6 ай сайын бақылап тексерістен өтіп тұру қажет. Енді еміне келетін болсақ, кей жағдайда өт қабы холестерозын шынайы полип деп алып қарастырады. Бұл кезде өт айдағыш препараттарды, урсодезоксихоль қышқылының препараттары, адистон, өсімдік текті холикинетиктерді пайдаланып, 3 айдан көп емес және нөмір 5 столдағы диетаны 1 жыл бойы қолданып емдейді. Егер полип сол размерде қалса, оны әрі қарай емдеу қажет емес. Ал хирургиялық емге көрсеткіштер, яғни операциялық еммен алып тастайтын жағдайлар, оның өзінің көрсеткіштері бар. Егер полиптің көлемі 1 сантиметрден үлкен болса, полип жылдам өсіп жатса, яғни 3-6 ай ішінде тез өсіп кетсе, басқа да қосымша патологиялармен бірге қосылып жүрсе, мысалы, полип қасында холецистит, полип және өт тас ауруы бірге жүрсе, онда операциялық емге көрсеткіш болып та келеді. Және көптеген аденомиоматозды полиптер кездессе, полип қоректенетін паренхиматозды тамыр болса, яғни полип сол өт қабырғасына бекініп, өзінің тамыры арқылы қоректеніп тұрса, және 3 мм-ден аса осы полиптің жалпақ аяқшалары болса, және онкологиялық ауруларға тұқым қуалаушылық болса, туысқандарында тоқ ішектің полипозы анықталған болса, осының барлығы полипті алып тастауға хирургиялық емге көрсеткіш болып табылады.